Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай ғытырлақ вафли әзірлейміз. Дәмі әдемі, қарапайым жолмен жасалады. Балмұздақ салып жеуге де болады. Менің YouTube каналыма жазылуды, видеоларымды соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Вафлиді әзірлеу үшін бізге 4 жұмыртқа, ванилин, сода, сүт, сары май, шекер, ұн қажет. Алдымен жұмыртқаны мискаға 4 жұмыртқаны бірден жарып аламыз. Шекерге ванилинді қосып, екеуін бірге жұмыртқаның үстіне салып, шекер ерігенше әбден араластырамыз. Шекер әбден еріген кезінде енді үстіне алдын ала еріген, бөлме температурасында суыған сары майды қосамыз. Сонымен қатар үстіне сүт қосып, араластырып аламыз. Қажет мөлшердегі ингредиенттер осы видеоның описаниясында көрсетілген. Енді соданы ұнның үстіне қосып, екеуін бірге дайын болған массаға аз-аздан қосып араластырып аламыз. Осылай біздің вафлиміздің қамыры дайын болады. Қамыр дайын болған кезде арнайы вафельницаны қыздырып аламыз. Және де вафельницаны ең алдымен майлауды ұмытпаңыздар. Вафельницаның көлеміне қарай майлайсыздар және жақсылап қыздырыңыздар. Ал енді 2 қасық вафельницаның көлеміне қарай мен 2 қасық салдым. Осылай кішкене жайып аламыз. Бұл вафлидің жұқа болуына көмектеседі. Және де қызуына қарай осылай пісіресіздер. Ең алдымен мен сіздерге осылай үшбұрыш қып орау тәсілін көрсеткім келеді. Ыстықтай орағандарыңыз дұрыс, формасын сақтап қалу үшін. Ал енді осылай видеодағындай әрі қарай барлық вафлиді пісіріп аламыз. Келесі тағы бір ораудың тәсілін көрсетейін. Ол вафли піскен кезде, ыстықтай кезінде кәдімгі қарапайым шанышқының көмегімен шетінен қыстырып алып, шанышқыға бір қалыпты етіп орап шығасыздар. Міне тура осы видеодағыдай. Сонда бізде вафлиді ораудың осындай 2 әдісі болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша ораңыздар. Менің YouTube каналыма жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!